Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түйе неге түкіреді ертегісін оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Түйе қазірдің өзінде әдемі ғой, ал ертеректе бұдан да әдемірек болған. Бұдан да сүйкімдірек болса керек. Оның иір-иір мүйізі, төгілген жал құйрығы болыпты. Түйе бірде су ішуге суатқа келеді. Сонда судағы өзінің бейнесін көреді. Өз суретіне өзі риза болады. Бір кезде оның жанына бұғы келеді. Бұғыларда ол заманда мүйіз болмапты. Содан ол өтінемін. Бір кешке мына әдемі мүйізіңді бере тұршы. Мен бүгін қонаққа баратын едім. Өте сұлу болғым келеді, деп өтінеді. Түйе ойланбастан мүйізін бұғыға бере салады. Ол заманда жылқы атаулының құйрығы шолтиған, қып-қысқа, жалы өте сұйық екен. Сол шолақ құйрықты ат, ғафу етіңіз, бір жақсылық жасаңызшы. Аз ғана күнге жалыныңыз бен құйрығыңызды бере тұрсаңыз. Ат бәйгесіне қатысуға баратын едім, өте сұлу болғым келеді, дейді өтініп. Түйе аттың көңілін қимайды, өзінің жалы мен құйрығын береді. Аттың шолақ құйрығын өзі ала тұрады. Күн артынан ай артынан жыл өтеді. Бұғы уақытша сұрап алған мүйізін, ал ат құйрығын қайтармайды. Бұғы құйрығын қашан ұзарып жерге жеткенде мүйізіңді қайтарамын, дейді мысқылдап. Ал ат болса, мүйізің қашан өсіп көкке жетеді, құйрығың мен жалыңды сонда қайтарамын, дейді. Екеуі осылайша түйені көпке дейін мазақтай береді. Ақыры әбден ыза болған түйе, солай ма, деп бақырып қалады. Аузындағы шайнап отырған жапырағын бұғы мен аттың бетіне бүркіп жібереді. Ол түйенің ұяты жоқ, әлгі екеуінің бетіне түкіргені еді. Сол кезден бастап түйе қатты ашуланса, аузындағы тамағын бүркіп жіберетін болыпты. Сондықтан түйені ызаландыруға болмайды. Достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Біздермен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.